қайталап жіберсеңіз. Ширк мәселесінде менің ойыма келген қазір бір оқиға бар. Өткенде естігем, бір әйел аяғы ауыр болмай, в общем, көп уақыт бала көтере алмай жүрген ғой, қиналып енді. Содан кейін енді әртүрлі советчиктер көп қой біздің заманда қазір. Ананы істе, мынаған бар, анадан бала сұра деп. Енді біраз қиналған ана кісі. Сонында бір үйіне, ол әйел бір туысын үйіне барады қонаққа. Ол туысы көп балалы ана екен. Сосын айтады, біреу айтады оған, сен мынау әйелдің көп балалы ананың шортигін ки дейді. Шортигін киіп ал, саған жұғысты болады дейді. Сөйтіп, анау шортигін киеді, өздері айтқан, шортигін киеді, сөйтіп, біраз уақыттан кейін жүкті болады, бала табады. Сөйтіп, сол кезде анау кісілер ойлап жатыр, то, что жаңағы шортик киді, және де сол шортик ол әйелге бала берді деп. Бірақ бұл жерде ол осы ширкқа жата ма, осы ширкқа келе ма ол күнә? Мысалы, біздің өмірімізге кіріп кеткен осындай әдеттер бар ғой. Негізі мен ойымша, ол жаңағы шортикті бергенде бір кісі, екінші кісіге, ол тілек айтады қойған. Жүкті бол, балалы бол деп. Мүмкін сол әйелдің тілегі қабыл болып кетті ме? Оны бір Алла ғана біледі ғой. Қалай ол